Құрметті менің каналыма кіріп, көріп, мені қолдап жүрген достар. Бүгін бәліш пісіреміз, ет қосылған бәліш. Сондықтан соны бірінші қамырын жасауды көріп алайық. Міне мынау алдын ала дрожжын салып, аштықсыны салып, ішіне қант салып, тұзын салып қойдық. Сосын жарты сағат күттік. Енді бұны араластырып жібереміз. Енді бұл жерге жылы сүт, кішкентай көп емес, сосын кішкентай сүт, су құямыз, болды осы су жетеді. Сосын мұны ұнды әдемілеп өткізіп алдық. Себебі ұнды өткізбесеңіздер арасына ауа кірмей қалуы мүмкін. Сондықтан бәліштің қамырын жақсылап дайындап алу керек. Қазір қамырын дайындап жарты сағат күтеміз. Дағы көтерілген, сосын ішіне салатын еті бар ма, басқасы бар ма, бәрін дайындай береміз көтерілгенше. Бұл қамырыңызда екіге бөліну керек та, бұл қамыр. Екіге бөлінгенде біреу астына түсірді, ортасына ет салатын көкөністер бар ма, бәрі салынады, еті жабылады. Сондықтан екіге бөлінуге тиіс. Соны ойлап тұрыңыз қамырыңыз елеген кезде. Тұзын бәрін салдық. Енді кішкентай қолға жабыспас үшін мына майды құйып жібереміз. Кішкентай ұсақ жетеді. Ол жұмсақ болу керек. Сосын жақсы көтерілу керек бұл. Әсіресе қамыр тамақ дайындағанда басқа орамал тағып жүруге тырысыңыз. Біздің жасымызда шаш қылғыр түсіп кетуі мүмкін. Жастардың ішінде де шаш түсетін көбейіп кетті. Сондықтан басына орамал тағып жүруге тырысыңыз. Өте жұмсақ қамыр. Енді бұны жарты сағат бетін жауып қойайық. Сосын көтеріледі. Ол көтерілгенше өзіңіздің нені жасап алыңыз. Ішіне салатын етіңіз бар ма, пиязыңыз бар ма, бәрін араластырып не саласыз, соның бәрін ішіне қойып қойсаңыз болады. Мұны пищевой пленка әдемілеп жауып қоямыз. Қазір жарты сағат тұрады да көтеріледі. Енді бұны бөлек қойып қояйық. Енді ішіне дайындайтын мынау ет кәдімгі шекіштен өткізіп алдық. Тұзын қосыңыз, мынау пересін қосыңыз, бұрышын қосыңыз, қара бұрышты. Басқа да әдемі иіс шығып тұратын, нәрлендіретін заттарды қосуыңызға болады, бірақ біздің үйлер онша ұнатпайды. Көбінесе мен бұны асқабақпен жасайтын ем. Асқабақ бүгін болмай қалды, көктемнің аяғында ма, сол үйде не бар, соны қостым. Бүгін картошкамен кішкентай жартылай ащы дейді ғой, полугоркий перец қосып жібердім. Қолымда бар. Оған сәл тұз қосыңыз. Оған сәл бұрыш қосыңыз. Енді бұл жерге қатып қалған не жоқ, бәрін не қоссаңыз да жарасады. Қоса беріңіз. Көбінесе асқабақ қосатын ек. Асқабақ та өте пайдалы. Асқабақпен істесеңіз де болады.
Сосын мынау мен мына нені үкіштен өткізіп қоямын. Тамақ жегенде де керек болады сәбіз. Сол сәбізді қосып жібереміз. Үкіштен өткен кәдімгі сәбіз. Бұны сорпаға да қосып жіберсеңіз болады. Тамаққа да қосып жіберсеңіз болады. Сосын жаңағы көкөніс бар. Көкөністер. Қолыңызда қандай көкөніс бар, соның бәрін қоса беріңіз. Қалағаныңызша дәмді болып шығуға тиіс. Мен бұны ауылда баяғыда тұрмысқа шыққан жылы, мен тұрмысқа шыққалы 30 жыл болды. Тұрмысқа шыққанда бір жеңгемнен үйренгенмін, нағашы жеңгемнен, сондықтан бұны мен өте жиі дайындап тұрамын. Үйдегілердің бәріне ұнайды, сіздерге де ұнауға тиіс деп ойлаймын. Енді осы тұрыста қазір пешімізді қосып қоямыз да, қамырымыз көтерілгенше, қамырымыз көтеріліп келе жатыр. Мынаны дайындап қойдық. Қазір пешті қосамыз да, қамырды күткен, қамырдың көтерілгенін күтеміз. Бір жарты сағат көрдіңіз бе, қандай әдемі болып жұмсақ болып көтерілді. Енді осыны алу үшін бұның астынан жаңағы екіге бөлеміз. Біреуін сәл кішілеу қылыңыз, бетіне жабасыз. Енді мына неге сүйеп алып, негізі майланған қамыр, мына пешке салатын неміздің несін, духовканың несін әкеп қойдық. Әдемі бәліш болу керек қазір. Ет салған әдемі. Сондай бір сүйкімді тамақ. Кейде бір сорпа бірдеңе істеп қалған кезде үйде соның жанында қосымша берсеңіз де болады. Әдемілерін саламыз. Көп болып кетсе, көп сала беріңіз. Бұның бәрі әдемі піседі. Етін көп қысаң жасаймын десеңіз де өзіңіз білесіз. Етін аздау, еті аз болып қалса, асқабақты көбірек қоссаңыз да болады. Картошканы да көп қоссаңыз да болады. Или етті көп қоссаңыз, азаматыңыз етті көп ұнатса. Сондықтан бұның ешқандай қатып қалған есі жоқ. Өзіңіз кәдімгідей ойлағандай бәліш болып шығады. Енді бұның ең несі лимонды. Қолда бар лимоныңыз болса, жақсылап иіс беретін, дәм беретін бір лимонның әдемі. Соғын езіп жіберсеңіз жарты лимонда. Қолда жауып қоямыз. Жағын гүлдемей-ақ, басқармай-ақ, кәдімгідей жаба салыңыз. Гүлдей қылып жапсаңыз, гүлдесеңіз де болады. Жас балаларыңыз гүлді ұнатса, гүлдесеңіз де болады. Гүлдемесеңіз де болады. Бір-екі жерден енді ауа кіру үшін тіріп жіберіңіз дағы. Енді мына бір жұмыртқаны жарып қойдық. Жұмыртқаны бетіне әдемі сап-сары болып шығу үшін жұмыртқаны жағып жібереміз. Пешке барады, пеште бір 40 минуттай тұрады. Сосын жегенде арманда, жемегенде арманда болып, бала-шағаңыздың алдында бір әдемі болып келеді. Біз 30 минут тұрды. Бұны сәл суытып алып жатырмыз. Қалай кесеміз десеңіз де өзіңіз кесе бересіз. Көрдіңіз бе? Әдемі қызарып пісті. Енді бұны кесіп қазір мына тарелкаға салып көрейік. Қалай кесемін десеңіз, кесіңіз өзіңіз
майдалап кессеңіз де болады, ірілеу кессеңіз де болады. Балаларға мен кейде мектепке де салып жіберемін, кейде жұмыстарына салып жіберемін, жұмысқа баратындарына. Тамақпен бірге осыны қосып жейді. Қазір көрейік. Ішін көрсетейін қазір сіздерге. Ыстық күйінде біз кессеңіз де болады. Жоқ, сәл салқындау. Негізі рецепт бойынша салқындау кесу керек негізі. Сонда әдемі болады. Көріңіз, салқындау піскен әдемісін. Көріңіз, мынау ішіндегісі. Мынау сырты. Міне, осы бәлішті күнделікті дайындап, өздеріңіздің күнде тамақ істеу рецептіңізге қосып пісіре берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.